Осы жерде халықтың бәрі балыққа келіп паралаған. Өзі өзен жағалағаннан өзі кете алмайды деп, кешегі қиын кездерде осы балықпен күнелтті халық. Тірлігін түзетті. Ал ертең оның болмаса кімге бітік береді? Табиғи апаттар болады. Сондай кездерде немен күнелтесің? Мал өліп қырылып қалады. Жұт болады кешегідей, алдымызда өтті ғой. Бірнеше жыл болса, немен күнелтесің? Балыққа саласың. Оған маманың бар ма қазір? Маманың жоқ, оқу орның жоқ, кадрың жоқ. Ол теңізден балық аулау оңай емес. Менің әкем 10 жыл көшіп келгеннен кейін 6 жыл өзен тара Қызылсай дейді, Сызылсу дейді жерде тұрды. Күнелте алмады, мал бітті уже. Сосы қайда кетті? Портта тумаластар мар облысына кетті, бір Дүйсенбай дейтіндер. О да бір история жатқан. Герой соцтруда болды. Сол Афганға алып баратқан 50 мың асыл тұқымды қойды айтады басмашылардан, колхоз құртты адайлардан. Шаз дейтін колхоз соның атағында. Дүйсенбай. Біздің шалдар мына жақта ел бар, орыстар бар екен, жұмыс беріп жатыр екен деп осында келді ғой. Осында келіп, жалданып, жұмыс жасап, жайлап, сол қайыққа отырып, аяққа тұрды ғой енді. Капитан бұл, білімі жоқ адам енді. Адам еңбек жасаса, не кішкене талпынса болады ғой бәрі де. Сондықтан ол теңіздің байлығын игеруіміз керек. Бізде бұны балық дейтін көп қазір, кипал дейтін әсіресе көп дамып неғіп кетті. Сезонный, майдан бастап олайды, сентябрьдің аяғына дейін. Сол балықты аулауға болады. Сосын баяғыда кездерде біздерде Часиковый дейтін мына Гурьевтің аузына дейін, тона Россиядағы деңгейіз бар ғой. Соның аузындағы қасында өзеннің атын еді, су алып отырған. Келетін қиғаштың аударынан бер жағында 2-3 арал бар, солардан аулаған. Кәдімгі қара балық болғанда сазан аулаған, суда аулаған, обла, леш дейтін. Түр Каспийде көп қой, түрі бар, түрі балықты. Мына тұрған аралымыз бар. Аралдың арасында қаншама балық бар. Аралдың ортасының қазір бәрін топ жабайы болып кеткен. Ана егерген кезде мына төктік қой топырақты апарып. Сол топырақтың ішіндегі өсімдіктер, видимо, тараған ау деймін суға түсіп. Мына аралдың арасын өсіп кеткен, жүре алмайсың қазір. Бұрын арқайын балық қыдыратын етті, қайықшыларда арқайын жүреді. Қазір жүре алмайсың аралдың арасын. Соған көз керек. Бізде ғылым жоқ мұнда, наука жоқ. Егер ғылым болмаған жерде өндіріс дамымайды ғой. Бізде тек қана Каспийдің өзінде Каспинирка деген асырқыда бір мекеме қалды қазір. Существующий аяғынан зорға тұрған, финансирование жоқ. Ал Дағыстанда да, Бакуде де, Ашхабадта да, бізде де теңізді зерттеп отқан фаунасы, флорасын мекеме жоқ. Бұл айтқанда. Каспий неге кетіп тұратыр дейді. Ешкім зерттеп отқан жоқ. Тек суын өлшейтті қояды, биіктігін өлшейтті қояды, жағадан кетіп баратыр. Ол балығы не болып жатыр? Оның астындағы мир бар, шынын айтқанда. Қаншама өсімдік өсіп жатыр теңіздің астында. Жәндіктер бар. Ал көзге көрінбейтін балық жоқ болып кетті. Неге келкі жоқ болып кетті? Бұл мекенің жабылған себебі, мен сендерге секретті айтайын қарап отқанша. Мына нарық басталды ғой. Нарық басталған кезде саудагерлер басқа шетелдерден товарын тасыды кемемен. Астрахань арқылы Волгамен алып келді. Астраханьға келгеннен кейін бұрын совет заманында әрбір шетелдік кеме келген, сырттан келген кеме, басқа бассейннен келген кеме 3 күн Астраханьда карантинде тұрады деді, 3 күн якорьде тұрады. Желтый плак көтеріп қояды, оған ешкім жоламайды. Значит, карантинде тұрған деген сөз. Сондай кемелер якорьде көп тұрды, орны болды специально. Бірінен бірі қашық якорь қояды. Ана астына жабысып келген кеменің моллюскілер көзге көрінбейтін бәлелер, мына медуза дейтін бәле Каспийді қаптап кетті ғой. Пляждарда көрген шығарсыңдар, іркілдеп жүрген бәле. Сол медуза келкіні құртты ғой. Келкі емес, тек балықтың, ол келкінің өзін жеген жоқ. Келкінің жейтін тамағын жеді. Бентс деген, көп деген теңіздің астында көрінбейтін құрттар бар, миллиондаған. Сонымен питаться етеді ғой. Енді келкіні кім жейді? Түлен жейді, қызыл балық жейді. Ол кормовой базы құрғаннан кейін бірнеше квадрат километр жерде келкілер қалқып шықты ғой. Қазір сплющенный, аштан үлген. 6 үлкен управление болды осы Каспийде. Астраханда 2 болды, Базмарлова, Каспреп қолсы болды. Дағыстанда Дакреп қолсы болды, Бакуде Бакреп қолсы болды, Түркменде Түркменреп қолсы болды. Қазақстанда Маңғышлағырып болды. Осы 6 крупный управление болды. 2000, 3000
6000 адамдары бар. Крупный бассейновый управление. Асырынғар. Соның бәрі келкі, мына аулайтын кеме, кемінде 30-40 тонна аулау керек. Оған 5 тонна аулағанда ол келкіні түнімен іздегенде анаға отын солярка жағып бітеді ғой. Уже пайдасы болып кетті. Өзін өзі ақтамады. Содан бәрі жабылды ғой, дым қалмай. Мынаны сатып алған мекемелер амалсыздан қорқып кетті, тек бәрін сатты, кесті ғой. Үлкен ақылды мемлекет Иран барлық кемесін жағаға шығарып алды. Ертең жасау қиын, суда беріп жоқ оларда. Сатып алған кемелер деп. Бәрін тазалап астын, сырлап кәдімгі. Марафет жасап жылда қойды, қазір аулап жатыр. Қазір міне Дағыстанда аулап жатыр. Дағыстанның қасынан аулап жатыр. Обыкновенный келкі дейтін бар. Кеше Астраханьнан менің бір жолдас жігітім бар. Финляндияда оңдатқан кемеміз. Осы Баутының шешесі Горький мектебінде директор болды, Захаржевский дейді. Сол звондаған. Мағашқарадан Астраханьға келкі келіп жатыр дейді. Мороженое келкі. Содан Астраханский комбинат бұрынғы. Жігіттер әркім үйінен жасап жатқандар бар. Келкі холодный копчение жасап жатыр дейді. Ана майлы келкі обыкновенный. Мына жерде өтетін аламанка. Сол май тұрған, сылқып тұр дейді кәдімгі. Объединение дейді. Келген туристер жоғарыдан келген. Бәрі тек коробкаға салған келкіні алып жатыр дейді. Келкінің өзі сондай. Басқа балықтан несі. Оған дұрыс көзқарас керек. Дұрыс ғылыми айтасы. Ғылыми еңбек керек. Ол ғылым болмаған жерде бізде ғылым жоқ. Кімге операция етесің? Қалай аулау керек? Қандай аумен аулау керек? Қандай способпен аулау керек? Насос па? Жоқ әлде травма, қайсық экологияға зиян тимейді. Соның бәрін зерттейтін институт керек қой. Қалай өсіреміз? Өсіру керек балықты қазір. Қазір товарный производство, мына кім жақсы біледі. Бізде су көп қой. Жағадан да өсіруге болады балықты. Дұрыс тоған жасап кәдімгі. Оған условия жасап, температурный режим, судың режимі, түрлі насостар, передовой технология. Мына Армения, Севан дейтін өзенінде керемет не жасап отыр? Товарный осетроводство. Ал. Высший категория икра алады. А икраны билеп отқан Франциядағы барлық брендін алып отқан армянин. Сол арқылы сатылады. Ал армян, дым білмейтін армян, қаражаты болған, Астраханьнан алып кеткен икраның несін. Содан жасап отыр енді. Дамып кетті. Израиль керемет технологиясы бар мысалы. Израильді. Иран, мына дамымай қалған Иран дегеннің өзінде көріп білдің ғой. Қандай жасап отыр. Біз бұл жерде бүкіл заңды білеміз, оқымыз, басымыз алтынбыз дейміз. Себебі бізге беретін наука жоқ. Біз наука ақша салғымыз келмейді. Ғылыми зерттеу институты қай салада болсын, бұғысы рекомендация керек мысалға. Любой мысалы технологический процесс мынаны шығарғанда госстандарт болады ғой. Сол стандартты дайындап беретін наука ғой енді. Ертең мен продукция шығарам кейпада. Винным соусы, бәлен соус, лимонным соус деп. Оған құжат керек қой. Ол қарайған документ дайындау керек. Госстандарт береді. Метрология, стандартизация. Мына қазақта бір мақал бар ғой. Өлі жібімейді, тірбаймайды деген. Бұл балық мекемесі өліп қалған мекеме ғой. Қазір жүріп жатыр. Себебі үкіметтің көзқарасы бөлек болып жатыр қазір. Байқаймын өзі. Енді керек болды ғой енді. Қалып баратырмыз ғой. Сондықтан балық шаруашылығы дейтін үлкен шаруашылық ол. Үлкен шаруашылық. Егер алса. Бұған ғылым керек, бұған технология керек, бұған техника керек, бұған ғалымдар керек. Онсыз дамымаймыз. Оны орыстар айтқан «заруби себе нос» деген. Соны түсінуіміз керек. Передовой технология алуымыз керек. Қазір ойлап тауып керек жоқ, велосипед ойлап. Ана Японияда бар, Германияда бар. Қаражат керек, қаражат салу керек. Мен қазір сұрап отырмын міне. Әкімдерден. Маған бір кеме тауып, бір кемемен бір цех алуға ақша берші. Дайындаған адам бар, ғалымжан соны басқарып кетеді. Мынау дейтін керемет қой енді. 10 күнде 200 тонна келкі алып келеді. Одан продукция шығарады. 10 күн сайын келіп тұрады Баутинге. Мен жерден аулаймыз. Түбімізден. Ал керемет емес пе? Продукция шығады әртүрлі. Оның бәрін қиындықтарды бәрін жеңеміз. Оның баратын жерлер Астраханьнан сұраймыз, займ жасаймыз, доғырға отырамыз, ақша төлейсің, ақша бәрін шешеді ғой. Жасауға болады. Оған көзқарас керек дұрыс. Сонда дамимыз. Балықшыларға енді болып жатқан мына Тоққарағандық балықшыларға айтатыным, мерекелерің құтты болғай, табысты болың, ардагерлерім бар менің. Мен өзім кадрда болдым. 76 жылдан 82 жылға дейін кадр бөлім білемін.
Сосын көп адамдарды танимын, осы үш қаланың бәрін танимын. Тіпті Россияда жүргенде балдарым айтады дейді, сен Аманның баласымын деп Айболға. Мореходкада оқыдық, кіші немерем, судоводитель қазір. Шетелдік фирмада жасап жатыр бұл жерде. Балықшыларға барғысы келмейді балдар, себебі аналар жақсы төлейді ақшаны. Айына 500 мың, 600 мың төлеп отыр жақсы. Кім барады балықшыға? Балықшыға есі кеткен біз ұқсағандар барады, фанатиктер. Жан қазір балықшыға алған жоқ. Ешкім оқысы келмейді балықшыны, признавать етпейді. Себебі табыс жоқ. Ол үшін ғылым керек, новый технология керек, ақша салу керек. Біз тек бәрін бүгін салсап, ертең табыс тапқымыз келеді. Ондай неге любой бай адам барғысы келмейді, шынын айтқанда.